Сәлем құрметті оқушы. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін өтеміз. Сабағымыздың мақсаты көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боламыз. Бірінші тапсырма: алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерді қара, сұрақтарға жауап бер. Қандай ғарышкерлер? Юрий Гагарин, Герман Титов және Андриан Николаев. Қараймыз, олар қандай ғарыш кемесімен ұшқанын қара. Және де қанша уақыт, қанша айналым екені барлығы жазылған. Ал енді Александр, яғни Титов пен және Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте дейді. Қараймыз, бір тәулік бір сағатты біз сағатқа айналдырайық. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24-ке бір сағатты қоссақ, 25 сағат. Ал енді Николаевтікін өзің айландыр. Келесі сұрақ: әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан екенін табу қажет. Кәнекей, есептеп шығар. 23 көбейту 4. Ал енді біз бір рет аттау арқылы, сондықтан міне жазу үлгісі тұр, бірақ қосымша қасына тағы да жазып көрсетемін. 23 көбейту 4. Бірінші, біз 4 бірлікті 3 бірлікке көбейтеміз. 12 болады. 12-нің тек бірлігін 2-ні жазамыз. Бірі ойда, оны 2 ондықтың үстіне жазып қойсаң болады. 2, енді біз не істейміз? 4-ті 2 ондыққа көбейтеміз. 8, ойдағы біріміз бар, 9. Сонда мәні 92. Ал енді бөлуді қалай орындайтынымызды қара. 92-ні 4-ке бөлу үшін әрине 9 ондықтан бастаймыз. 9 ондықтың ішінде 2 рет тексереміз. 2 төртім, 8 азайтқанда 1. Ал енді 2-ні түсіреміз. 12. 12-ні 4-ке бөлгенде 3 болады. Азайтамыз 0. Екінші тапсырма: өрнекті баған түрінде есепте, есептеу нәтижесін тексер дейді. Ендеше 36 көбейту 2. 2 алтым 12, 2-сін жазамын, бірі ойда. Оны ондықтың үстіне ақырын жазып қой. 2 3-ім 6, ойдағымен 7. Сонда мәні 72. Жазамыз 72. Ал енді осы 72-ні біз 2-ге бөлуіміз қажет. Неден бастаймыз? 7 ондықтан. 7-ні 2-ге бөлсек 3. Тексереміз. 3 2-ім 6. Азайтамын 1. Қасына 2-ні түсірем. 12-ні 2-ге бөлсек 6. 6 2-ім 12. Азайтамын 0. Мәні 36. Міне, тура осылай қалған өрнектерді де баған түрінде шығарып шық. 2-нің ә нұсқасы да тура осындай. Бірақ бірінші бөлу берілген, ал енді оны көбейтумен тексеруіміз қажет. Біреуін көрсетейін. 75 бөлу 3. 7-ін 3-ке бөлсек 2. Тексереміз. 6. Азайтамыз 1. 5-ті қасына түсіреміз. 15-ті 3-ке бөлсек 5. 5 3-ім 15. Азайтамын 0. 25. Ал енді осы 25-ті біз 3-ке көбейтіп тексеріп көрейік. 5, бір ойда, 6, 7, 75. Яғни біздің шығарғанымыз дұрыс деген сөз. Үшінші, есепті шығар. Ғарышкерлер ұшу сапарына әр қайсында 32 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды дейді. Барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алған болып есептелінеді? Жазайық. Сонымен сорпа және де ет. Ал енді сорпадан 3 түбекшенің әр қайсында
үш қораптың әрқайсында 32 түбекшеден, әрқайсысын біз кішкентай x әрпімен белгілейміз. Және ет белгісіз. Барлығы 200. Ал енді шешуін есептеп көрейік. Бірінші бізге 3-ті 32-ке көбейту арқылы жалпы сорпадан қанша екенін тауып алуымыз қажет. Одан кейін 200-ден осының мәнін азайту арқылы еттің қанша түбекше алғанын белгілі болады. Егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигураның ауданы қаншаға тең дейді. Ал енді есептеп көрсетейін. Бірінші қараймыз. Бірінші фигураның, яғни барлығы шаршы тәріздес екен, тек үшіншісі тік төртбұрыш, 2 сантиметр. Бірінші біз осы сарыны не істеу керек? Ауданын тауып алу керек. Ал оны табу үшін а көбейту а. Немесе 2 квадрат. Ол 2 сантиметр көбейту 2 сантиметр тең 4 сантиметр квадрат. Ал енді осындай шаршыда нешеу екен? Соны санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 4 сантиметр квадратты 9-ға көбейту арқылы біз мына тұрған фигураның ауданын таба саламыз. Тура осылай екінші, үшіншіде шығарып көрсет. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.